Сәлем достар, мен сіздерге ең оңай қолжетімді сникерс чизкейгінің рецебімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Құрамына 400 грамм печенье, 20 грамм какао, 150 грамм сары май керек. Алдымен печеньямызды блендерге салып, ұнтақтап аламыз. Дайын болған ұнтағымызға какаоны салып, бір келкі араластырамыз. Ал енді үстінен сары майымызды құямыз. Ұнтағымызды жақсылап бір келкі қылып араластырамыз. Дайын болған тестамызды диаметрі 20 сантиметрлік формаға саламыз. Тестамыздың үстінен қаттырақ бір келкі қылып басуымыз керек, себебі ұнтақталып түсіп кетпес үшін. Міне коржигіміз дайын болды. Ал енді салмасын дайындаймыз. 500 грамм творог, 150 грамм сливки, 100 грамм сахар, 2 жұмыртқа керек. Творогтың орнына творожный сыр қоссаңыздар болады. Барлығын творогтың үстіне саламыз. Творогымыз сұйық болғанша блендермен еземіз. Ал енді салмамыз дайын болды. Салманы коржиктің үстіне саламыз. Салмамыздың үстінен қасықпен түзулейміз. Чизкейгіміз дайын болды. Чизкейкті қызып тұрған духовкаға саламыз. 130 градусқа 1,5 сағатқа қоямыз. Чизкейктің астына бір бокал су қойып қойсаңыздар болады. Чизкейкіміз дайын болды. Үстінен жаңғағымызды саламыз. Сосын чизкейгімізді 2 сағатқа суытып қоямыз. Жан-жағын осылай пышақпен кесіп шығуымыз керек. Бетіне карамельдің орнына жарты банкі қойытылған сүт пен какао. Осыны қостым. Міне сникерс чизкейгіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Айжан. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.